Аида, енді естіліп тұр ма даусым? Иә, естіліп тұр. Иә, апа, естіліп тұр. Айпа, жұрт ма? Барлығы сіздер үшін ғой. Қалыңыз қалай? Ой, сәл апай. Жақсы, рахмет. Өздеріңіз амансыздар, саламатсыздар ма? Ата-аналарыңыз жақсы ма? Барлығының денсаулығы сау ма? Бәрі жақсы. Жақсы, шүкір. Жақсы, шүкір. Жан бар оқиын. Менің тарапынан сәлем айтарсыздар. Біліп жүрмей, онда сіз корпуста отырсыз ба? Жоқ, үйде. Колледжге ұқсайды бірақ. Завод отырған сияқты. Колледжде отыр өтім. Үйдемін, үйде. Менің родной фортепианам артындағы тұрған. Мені осы уақытқа дейін жетелеген. Осындай деңгейге алып келген. Менің сүйікті инструментім. Болдық па? Қосыла берер, иә, қалғандары? Микрофондарыңызды өшіріп қойсаңыздар. Назерке, неше бала отырмыз? 10 баламыз, иә, біздің тағы да 22-міз. 12-міз қосыла ма екен? 9 отыр. 9 отыр қапа. Менмен 10, иә? Сізбен 10, иә. Жазып жатырмын. Қалғандары қосылса тездетіп. Сіздерге Жүрмеуіне қасиет кіріп. негізінде жаңа пән гармония деген осы уақытқа дейін қалған топтарда музыканың қарапайым әуез теориясы үтір гармония болып келетін болса, сіздердің пландарыңызда, жоспарларыңызда бұл пән ерекшеленіп келіп тұр. Қарапайым әуез теориясы біз аяқтадық, 1,5 жыл оқып. Жалпы элементарлық, музыканың элементарлық мәселелердің барлығын өттік. Негізгі бізге керегін бүкіл теориялық білімдерді. Енді біз осы алған білімнің аясында гармония сабағына, гармония пәніне көшеміз. Демек, осы гармония пәні сіздерді 4 жыл бойы өтетін сабақтың бірі. Егерде біз бұған дейін басқа топтармен теорияны 2 жыл оқитын болсақ, сіздерді 1,5 жылдың ішінде аяқтап, 2-ші курстың жарты жылдығында гармония сабағына ауысып отырмыз. Жалпы сағаттың мазмұны ешқайсыларыңызда өзгеріс жоқ, тек қана айырмашылық 1-ші курста сіздер апталық 2 сағаттан өткен болатын болсаңыздар, басқа топтар 1-ші курста апталық 1 сағатпен өтті. Демек, 1-ші семестрде апталық 1 сағат, 2-ші семестрде апталық 1 сағат, 2-ші семестрде апталық 2 сағат болатын болса, сіздерде керісінше болды. 1-ші, 2-ші семестрде апталық 2 сағат, 3-ші семестрде апталық 1 сағат болды. Солай ма? Демек, 2-ші семестрде біз сабақты 19 сағатты 9,5 аптада аяқтап шықтық. Бұл жолы да біз сіздерде гармония пәнін бастаймыз. Бірақ бұны да біз бастың сағаттың санында 19 сағат қана берілген. Демек, 19 сағат дегеніміз бұл жерде де 9,5 апта. 9,5 апта дегеніміз 9 апта толық, и 10-шы аптада кеше теория сияқты бірақ сағатпен өтелетін сабақ.
үшінші курсқа келген кезде біз енді 2 сағат апталық 2 сағаттан болатын шығар. Демек 4-ші курсқа дейін бұл сабақ созылады. Кешегі теориядан алған бағаларыңыз, баста да сіздерге айтқанмын, сабақтарыңыз теорияларыңыз бітеді. Бағаларыңыз дипломға кетті, кешегі соңғы бағаларыңыз. Демек, элементарлық музыка теориясы деген сабақтан сіздерде дипломға баға, қорытынды бағаларыңыз дипломға түсті деп есептей беріңіздер. Гармония пәнінің бағасы 4-ші курста түседі. Болмаса 3-ші курста емтихан болатын болса, басқалардың сағаттар ережесі сияқты, онда сол емтиханның бағасы түседі. Тыңдап тұрмын, Жұлдыз? Кешіріңіз, сөзіңізді бөлгеніме. Енді музыканың қарапайым теориясы 4-ші мүлдем болмай ма енді? Ол пән бітті деп есептеңіздер. Гармония сол пәннің жалғасы болады. Демек, бұл пән күрделене өзгереді. Бұл жерде сіздер 2 дыбыспен, 3 дыбыспен, болмаса гамманы құру емес, бұл жерде сіздер кәдімгідей әуен құрасыздар. Берілген әуенге 3 дыбыс құрылып, бас, тенор, сопрано, альт құрасыздар. Болмаса керісінше берілген басқа сопрано, альт, тенор қосасыздар. Бұл жерде сіздерге ең керегі интервал, лад және аккордтарды білу керек болады. Өйткені гармониялау үшін алдымен оның қандай тональдық екенін анықтауымыз керек болады. Одан қалды оның аккордтарын білуіміз керек болады. Қандай аккордтардың пайда болатынын, одан қалды ол аккордтардың арасындағы орналасу, ол интервалдар арқылы шығады. Ал енді мен жалпы пәннің мазмұнын сіздерге түсіндірдім деп есептеймін. Ондай болатын болса, бүгінгі тақырыпқа назар аударайық. Рұқсат па? Рұқсат. Рахмет. Берілген тапсырмада жалпы бүгінгі сабағымыздың тақырыбы гармония дегеніміз не екенін және оны құрайтын аккордтар. Нақтылай келсек, гармония дегеніміз ол не? Дыбыстардың үндестіктерге біріге отырып, бірінен соң бірі тізбектелуін гармония деп атаймыз. Демек, дыбыстардың үндестігі, дыбыстардың үндестіктерге біріге отырып, бірінен соң бірі тізбектелу. Сіздер хорға қатысасыздар, хорда сіздерде 4 партия бар. Сопрано, альт, тенор, бас. Егерде олардың 4 дыбысты 4 жолға, 4 нотный станға қойсақ, бір тізбекте аккорд пайда болады, Міне алдарыңызда ноттық пример сіздерге. Көрініп тұр ма? Иә. Мына жерде сіздерде 4 дыбыс. Мына аккордтардың бір-бірімен біріккені гармония деп аталады. Демек, мелодиядағы түрлі бояумен рен бере алатын мүмкіндіктері бар дыбыстардың тізбектелуі. Егерде берілген шығармада біз бемолін немесе диезін ойнамасақ, әуеннің мазмұны құриды. Құлаққа жағымсыз әсер пайда болады. Сол кезде сіздерге
мұғалімдер болмаса беріп тұрған тәрбие беріп тұрған оқытушылар сіздерге айтады, мына жерде диезді қалдырып кеттің. Уже бір-біріне үйлесімділік жоқ деген нәрсе. Неге гармониядан кейін бірден бізде үндестік аккорд деп кетіп тұр? Диез бемолдарын ұмытып кетпеу үшін ба? Жоқ, Үндестік неге? сәйкес келмеу үшін. Үндестік сәйкес демек, әр аккордтардың өзінде өзінің үндестігі бар. Я? Мысалы, біз білеміз аккордтардың түрлерін. Қандай? Негізгі септаккорд сосын. Нонаккорд. Нонаккорд. Жоқ, олардың барлығы айналым жүйесі ғой. Ең негізгі аккорд қандай бізде? Үш дыбыстылық па? Үш дыбыстылық. Ең негізінен қарапайым аккордтан үш дыбыстылықтан бастаймыз. Үш дыбыстылықтың неше түрі бар? Екеу. Түрі ма? Үш дыбыстылықтың. Мына сіздерде бірнеше дыбыстардың бір мезгілде үндесу орындалуын үндестік деп атайды екен. Олардың атаулары мен орналасу әртүрлі. 3, 4 немесе 5 дыбыстан құрылатын үндестіктерді аккорд деп атаймыз. Келісеміз ба? Иә. Олардың терция бойымен орналасуы болады. Үш дыбыстылықта терция бойымен орналасады, септаккордта терция бойымен, нонаккордта терция бойымен орналасады. Немесе октавалық орын алмастыру арқылы терция бойынша орналаса алады екен. До, ми, соль на жерде терция бойымен орналасып тұрса, мына аккорд сіздерде октава көлемінде орналасып тұр. Келісеміз ба? Мына до, ми, соль сіздерде ми, до, соль болып октавамен ауысып тұр. Байқап тұрсыздар, Иә. Сол аккорд до, ми, соль екінші октавада орналасып тұр. Дыбыстардың орны ауысқанмен де оның үндесуі қалады екен. Тек биіктік дәрежесі ауысады. Үшінші мысалда байқап отырсыздар, Бірақ ол негізгі аккордтың өзі. Мына аккордта да, екінші аккордта да до, ми, соль екінші октавада орналасқан. Бұл жерде де осы до, ми, соль аккордтар берілген октава көлеміндегі немесе квинта көлеміндегі орналасқан дыбыстар қайталанып тұр, Артық дыбыс жоқ қой мынаның ішінде? Жоқ. Жоқ. Төрт септаккордқа келетін болсақ. Ре, фа, ля, до, бұл жерде де фа, до, ре, ля. Түгел ма? Иә. Түгел. Демек, осы септаккордтың дыбыстар орындармен ауысқанмен де ол үндестігін жоғалтпайды екен, үндеседі екен бір-бірімен. Аккордтардың типтерімен және олардың атауларына көшетін болсақ, жаңа біз айттық, 3 түрі бар де, жалпы аккордтардың 3 түрі бар. Бұл негізгі аккордтардың 3 түрі. 3 дыбыстылық, олар 3 дыбыстан құрады. Кез келген аккордты 3 дыбыстан құруға болады. Трезвучие деп атаймыз болмаса. До, ми, соль, ре, фа, ля, ми, соль, си, фа, ля, до. Барлығы қандай интервал арқылы кетіп тұр? До, ми, соль, ре, фа, ля, бағана біз айтып кеттік бас жағында. Трезвучие? Қандай интервал арқылы? 3 дыбыстылық. 3 дыбыстылық қандай интервалдың бойымен кеп тұр мақыл? Терция емес па? Терция интервалының бойымен кеп тұр. Септаккордқа көшетін болсақ, жалпы септаккорд ол не 4 дыбыстылық. 4 дыбыстан тұрады. До, ми, соль. Мына жерде 3 дыбыстылықта до, ми, соль болатын болса, бұл жерде уже си қосылып тұр. Тағы да қандай интервал арқылы?
Кварта? Неге? Терция. Сольға терция тағы да. Сольдің үстіне терция си қосылды. Ре, фа, ля септаккордқа до Фа, ля, қосылды до. ма? Иә. Тағы қандай интервал арқылы? Ля, до. Марлен, не? Ля, то терция ғой тағы да. Тағы да терция. Тағы да терция. Ми, соль, си. Трезвучие, да? Септаккордта. Тағы да терция. Демек, тағы да терция. Демек, аккордтар терция бойымен орналасады. Келесі аккорд бізде нон аккорд. Мына жерде айтып кететін жай бар. Үш дыбыстылықпен септаккорд өте жиі қолданылатын аккордтар. Бұны сіздер баянда да қолданасыздар. Иә. Мажор, минор, үш дыбыстылықта. И септаккорд деген үшінші қатарларыңыз бар баянда. Иә. Төртінші қатар сіздерде уже қосымша дыбыстар, солай ма? Иә. Міне сіздер негізгі осы дыбыстардың негізінде сіздерде әуен пайда болады. Сіз баянда бір кнопка ғана шешілетін болып, үш дыбысты беретін болса, фортепианода үш дыбыстың, үш клавишаның негізінде трезвучие тұрады. Иә. Төрт клавишаның негізінде септаккорд тұрады фортепианода. Баянда айналып келгенде бір кнопка. Бір кнопкада төрт дыбыс түгелімен шығады. Нон аккордқа келетін болсақ, аздау қолданылады дейді. Бұл жерде уже айырмашылық септаккорд пен үш дыбыстылықта қандай? Тағы бір нота қосылады. Тағы бір нота қосылады. Демек, 5 дыбыстылық. Иә. Бұл да терция болады ғой, Бұл да терция бойымен. Сидан кейін ре қосылып тұр. Айырмашылық анау жаңа үш дыбыстылықпен септаккордта ол жай құрамды интервал, жай интервал болса, мынау құрамды болады, октава плюс прима. Шеткі дыбыстары. Нон интервалын құрайды. Сондықтан бұл аккордтың нон аккорд деп аталып тұр. Бұның барлығы біз сіздермен негізінде өттік. Аккорд деген тақырыпта біз бұның барлығын өттік. Енді біз гармонияда осы аккордтарды, өткен аккордтарды пайдалана білеміз. Ол үшін бізге еске түсіру керек аккордтардың атаулары. Дыбыстарының. Кез келген дыбыстың біз айттық. Прима, терция, квинта, септима, нона бар. Естеріңізде болатын болса. Прима бірінші дыбыс, терция екінші дыбыс. Неге? Өйткені прима мен екінші дыбыстың арасында терция интервалы. Прима мен үшінші дыбыс бізде квинта деп аталады. Неге? Өйткені мына соль мен рен арасында қандай интервал? Соль, ре. Прима ма тағы арасында? Соль, си, соль, ля, си, до. Квинта. Сондықтан мына үшінші дыбыс бізде квинта дыбысы деп аталады. Одан кейін дыбыс, төртінші дыбыс не деп аталады? Септима. Неге? Өйткені төменгі дыбыстан мына төртінші дыбысқа дейін қандай интервал? Септима. Септима интервалы. И бесінші дыбыс бізде аталады не деп? Нона. Өйткені негізгі дыбыстан жоғарда бесінші дыбысқа дейін Жанерке айтқандай құрамды интервал нона интервалы пайда болып тұр. Демек, дыбыстардың барлығы қандай интервалды құрайды, сол интервалдың атауында қалған. Мына жерде сіздерде бүкіл мағлұмат жазылып тұр. Аккордтың басқа дыбыстары негізгі дыбыспен ара қашықтығының құрайтын интервалға байланысты аталады. Биіктігі жағынан екінші болып орналасқан дыбыс терция. Жаңа атап шықтым. Үшінші дыбыс квинта. Төртінші дыбыс септима. Бесінші дыбыс нона.
Дыбыстарға берілетін бұл атаулар аккорд дыбыстары қалай орналасса да сақталады. Демек, мына берілген атаулар аккордтың мейлі ол екінші октавада орналасын, мейлі ол баста орналасын, мейлі ол тенор даусында орналасын, оның атауы өзінде сақталып қалады екен. Мына жерде до бізде төменнен бастап тұрған жоқ. Я, төменде бізде тұрған ми. Бірақ бұл до бағана не болды? Негізгі дыбыс болды. Өткен аккордты мен додан құратын болсам, до, ми, соль болатын болса, ол негізгі дыбыс болып келеді. Қай дыбыстан? Бұл гамма бойынша ғой, гамма бойынша. Гамма бойыншадан бұрын, мысалы біз тоника, субдоминанты, доминанты аккордтары қай дыбыстан бастайды, сол дыбыстан негізгі дыбыс болып келеді. Аккорд қай дыбыстан басталады, сол дыбыстан негізі болып келеді. Мысалы, мен егерде до, ми, соль құратын болсам, негізгі дыбысым қандай дыбыс болады? До. Ми. Ми дыбысы не болады? Терция болады. Екінші дыбыс, соль дыбысы не болады? Квинта. Міне, до, ми, соль ғана аккордты дыбыстарды пайдаландым. Міне, аталған мына дыбыстардың атаулары кез келген аккордта осы атаумен болады екен. Орысша айтқанда независимо от звука. Дыбыстың кез келген дыбыстан құрылған аккордтың мына атаулары өздерінің бойында қалады. Біздің аты жөніміз сияқты. Мысалы, мен Куздыбаева Сауле Абдижамиловна болсам, мен далада да Куздыбаева Сауле Абдижамиловнамын, мен колледжде де Куздыбаева Сауле Абдижамиловнамын. Солай ма? Мен автобусға мініп, аты жөнім Науан Жанерке болмайды ғой. Мен далада жүріп, аты жөнім Султан Райбек болмайды. Мен Куздыбаева Сауле Абдижамиловнамын. Тура сол сияқты дыбыстардың атаулары да өздерінің биіктік дәрежесінде интервалдың құрылымына қарай сақталады екен. Бұл түсінікті ғой, мысалға қарасаңыздар, мысалда да дыбыстардың барлығы, мына аккорд до, ми, соль, мына соль квинта орналасу өзгерді, мына ми орналасу өзгерді, терция, мына до ол негізгі дыбыс. Септаккордқа келсек, терция бойымен орналастырам. Соль, си, ре, фа, мына фа мына яқта қалды, ол септима. Мына си мына жаққа түсті, ол терция. Соль орнында қалды, ол негізгі дыбыс. И р бір октава жоғары көтерілді, ол квинта. Орын ауысқанмен оның дыбысталуы өзінің бойында. Сұрақ бар ма? Жоқ. Бұған байланысты Назерке? Жоқ. Келесі, негізгі аккорд және оның айналымдары. Бұны да біз аккордтарды өткен кезде өткенбіз. Кез келген аккордтың өзінің айналу жүйесі бар. Негізгі түрде немесе орын ауыстырылған түрде мазмұндалуы мүмкін. Үш дыбыстылықта, септаккордта және нонаккордта барлық дыбыстары негізгі дыбыстан жоғары орналасады. Жаңа мен айтып кеттім. Міне до, ми, соль. Оның айналу жүйесі дегеніміз не? Бір дыбысты, төменгі дыбысты бір октава жоғары өзгерту, Ми, соль орнында қалды, до жоғары октаваға өзгерді. Демек, миден басталған дыбыс, ол не болады? Терция. Өйткені ол мына жерде терция. Миді бір октава жоғары алып бардым, терцияны, қай дыбыс қалды? Соль бізде квинта. Көрдіңіздер, орны ауысқанмен де олардың атаулары өзінің
несіме сақтады. сақталынады екен. Септаккордқа келетін болсақ, ре, фа, ля, до. Ре аккорд басталды қай дыбыстан? Редан основной звук. Редан основной звук, негізгі дыбыс. Ренің бір октава жоғары алып бардым. Дыбыс қалды фа. Ол екінші дыбыс не деп аталады бізде? Терция. Келесі дыбыс фаны тағы да бір октава өзгерттім. Ля. Ол бізде квинта. Үшінші дыбыстың атауы квинта. Келесі дыбыс до, септима. Ляны бір октава жоғары алып келді. Ол мына жерде септима алып келді. Демек, дыбыстардың атаулары өзінің ойында қалды ма? Осыны сіздер жаттап алуларыңыз керек. Өйткені осы дыбыстар арқылы біз ертеңдері есеп шығарған кезде осы атауларды пайдаланамыз. Үш дыбыстықтың айналымдарының атаулары. Терция болып келетін үш дыбыстықтың бірінші айналымы секст-аккорд деп аталады. Өздеріңіз білесіздер, үш дыбыстылықтың екі айналу жүйесі бар. Секст-аккорд және кварт-секст-аккорд. Екеуінің атауларының айырмашылығы. Секст-аккордта кварты жоғарғы дыбыстарда болса, кварт-секст-аккордта кварты төменгі дыбыстарда. Сол себептен бұл аккорд кварт-секст-аккорд деп аталады. Бұл жерде де до негізгі дыбыс, ми терция, соль квинта. Септаккордтың айналымдарының атаулары. Квинт секстаккорд, квинт секстаккорд, терц квартаккорд және секундаккорд. Апай, осы жаңа жіберген неңізде ше, сол біріншісі бір түрі ғана не істеген? Бір бет түсірілмей қалған ау деймін, иә? Тапсырмаға. Қазір түсіріп жіберем неғысы. Жалпы түсінікті ма сіздерге? Енді берілген сұрақтардың септаккорд және оның атаулары дегенге сіздер өткен тақырыпқа пайдалануға, өткен септаккорд туралы тақырыптан алуларыңызға болады. Теориядан өттік қой біз оны. Негізінде, Жұлдыз айтқандай түсірілмей қалған деп. Негізінде мына жерде сендерге миға шабуыл деген әдіс бар, иә? Әдіс бойынша ма? Мына жерден сіздер өздеріңіз қалған екі түрін тауып жазуларыңыз керек. Түсінікті ма? Өзіміз тауып жазуымыз керек па? Мына сұраққа септаккорд және оның атауларын сіздер өздеріңіз жазып түсіріп жібересіздер. Анықтама бермейміз ғой, иә? Неге? Септаккорд дегеніміз туралған жоқ па ненің ішінде, лекцияның ішінде. Анықтамасын бересіңдер және оның атауларын жазасыздар. Мына жерде сіздерге бірақ қана атаудың белгісі берілген. Әрі қарай екі айналу жүйесін, айналымын сіздер өздеріңіз табуларыңыз керек. Сонымен, үйге берілген тапсырмада лекцияны міндетті түрде конспектлейсіздер. Гармония туралы ұғым бересіздер. Аккордтардың типтері және олардың атаулары, типтер мен атауларын біз өттік, қандай түрлері бар? Үш дыбыстылық септаккорд пен септаккорд және нон-аккорд. Аккордтардың дыбыстарының атауларын негізгі терция, квинта, септима, сосын не? Прима, терция. Негізінде аккордтардың түрлеріне байланысты, типтеріне байланысты. Егер де ол үш дыбыстылық болатын болса, негізгі дыбыс терция және квинта болады. Егер де ол септаккорд болатын болса, квинта қосылады. Квинта қосылмайды, не қосылады? Нона ма? Жоқ.
Септакорд. Септима. Септима қосылады. Енді мына жерде сіздер толық жазуларыңыз керек болады. Үш дыбыстылық дыбыстарының атаулары. Прима, терция, квинта. Септакорд аккордтың атаулы, дыбыстарының атаулары. Я мен қазір оның бәрін айтып қойсам, ол қызық болмайды. И нонаккордтың дыбыстарының атаулары. Бес дыбыстың атаулары. Әрі қарай, үш дыбыстылық және оның айналымдары. Ол лекцияның ішінде бар, қандай айналымдары бар дедік? Секстаккорд пен квартсекстаккорд. Секстаккорд пен квартсекстаккорд. Бұл жерде де нақтылап жазасыздар. Үш дыбыстылықтың екі айналу жүйесі бар. Олар біріншісі, екіншісі, Квартсекстаккорд ба? септаккордтың және оның атаулары квинсекстаккорд, Төрт дыбыстылық. Терц квартсаккорд, секундаккорд. И секундаккорд, молодец, Назгүл. И мажорлық үш дыбыстылық. Доминант септаккорд бар. Стоп, доминант септаккорд ол бөлінеді уже. Қазіргі әңгіме жалпы септаккорд туралы. Енді мажорлық үш дыбыстылық пен минорлық үш дыбыстылықтың айырмашылығы дегенімізге осы жерде сіздер трезвучие деген лекцияны, үш дыбыстылық деген лекцияны теорияның ішінен тағы да бір қайталауларыңыз керек болады. Бұл жерде де мен әдейілеп лекцияны берген жоқпын, өйткені бұны біз өттік. Бұл жерде тек еске салу. Екеуінің айырмашылығы неде? Құрылымында. Интервалдық құрылымында. Бірінші интервалы, мысалға, мажорлықта үлкен терциямен басталса, ал неде минорлықта кіші терциямен басталады. Бір жарым тон, екі тонмен. Бір тон, полутон. Ол гамма. Бұл жерде тек қана үш дыбыстылықтың интервалдық құрамын. Егер де естеріңізде болатын болса, сабақтардың үстінде құрам деген нәрсеге келген кезде біз ағарғанды айырмашылығын таптық, қатық пен сүттің айырмашылығын. Естеріңізде, сүт таза үнім, қатық бізде қоспасы бар. Қатыққа ашытқы қосқаннан кейін оның құрамы өзгереді. Тура осы жерде де мажорлық үш дыбыстылық пен минорлық үш дыбыстылықтың айырмашылығын тек қана интервалдық құрамын жазып жіберулеріңіз керек. Сұрақтарыңыз? Мен файл жіберіп қойып, оны қайтадан ауыстырып жіберуге бола ма үстінен? Ауыстыру керек, өзгертіп не қылыңыздар. Енді сабаққа біз толық кірген жоқпыз, 12 адам ғана қосылып тұр. Осы видеоларыңыздың записін мен сіздерге телеграммамыз бар біздің, телеграмға мен салып жіберемін. Тағы да нақтылап көрем дейтіндер болатын болса, сабақты берілген тапсырманы асықпай сіздерде берілген тапсырмаға кем дегенде сабақ өткеннен кейін бір апта дейміз ғой, бірақ бір аптаға дейін созбай, 1-2 күнді пайдаланып салып жіберіңіздер. Өйткені бір аптаға дейін, бір аптаны созсаңыздар, ол жерде уже лекцияны ұмытып қаласыздар. Ал мүмкіндігі болатын болса, қазырақ отыра қалып, қайта қазір берілген жаңа тақырыптың үлгіріме, несімен ойларыңыз толып тұрған кезде жазып салып жіберіңіздер. Бүгінгі сабақтарыңыз гармонияға кіріспе, ойламаңыздар, қолдарыңыз сілтеп, қиын деп атыреді, оңай ғой, дым айырмашылығы жоқ, теорияның несі екен ғой, қайталану екен ғой деп ойламаңыздар. Кез келген нәрсенің алдымен қайталану болады, одан кейін жалғасы болады. Маршруттың өзіне де мінген кезде колледжге алдымен мына жолмен бар дейді, содан кейін барып, 1-2 күн үйреніп алғаннан кейін басқа маршрутқа мінсен де үйді табатын едің ғой деген әңгіме болады ата-аналарда, Басы тәтті, аяғы ащы ғой, Басын ащы қылып тәтті қылудың несі ол өздеріңіздің қолдарыңызда. Ащы қылуды, тәтті қылуды, кәмпит қылуды, оның жаңағы ащы тамақ қылуда, ол барлығы сіздердің қолдарыңызда.
Сондықтан мен ойлаймын, 9 апта бойы осы достықпен, осы реттілікпен, егер де осы уақыт сендерге тиімді болатын болса, онда барлығымыз топпен жиналып осы уақытта кездесеміз. Ал жоқ, расписание бойынша қатысайық дейтін болсаңыздар, оны да ескеріп қоярсыздар. Ой, кездесеміз дегенге андай алып барып, бәріміз бірге сабақ өтеміз ба десем, ой, зуммен ба? Әзірше зуммен енді. Әзірше зуммен. Расписание, бірінші топ, үшінші парға, сосын пардың уақытын байқаңыздар, өзгерді. Сабақтардың уақыты өзгерістер бар. Сондықтан осы қалған 9 аптаны жақсы нәтижемен, кешегі семестрдегідей емес, біраз болды, арамызда бір-бірімізге ренжіген күндеріміз де болды. Сабаққа қатыспай, аяқ жағында қатысып, одан қалды әуежеге бағаланып, қайта сабақ тапсырғандар да болды. Тағы да айтам, стипендияны сіздерге берілетін стипендия, 3 болса да стипендия беріледі сіздерге, бірақ дегенмен білім деген нәрсе бұл жалғасын табатын, өмір бақи сіздермен бірге жүретін нәрсе. Сондықтан қазір түсініп кетсеңіздер, сабақты әрі қарай жалғастыру проблема болмайды, ал егер де түсінбей қалсаңыздар, онда 4 жыл бойы осы гармонияны жеп көріп кетесіздер. Әрине түсінем, зуммен өту, бұл пәнді өту өте қиын, оңай сабақ емес, бірақ дегенмен де қолдарыңызда лекция бар, сабақтарымыз өстіп зуммен өтсек, біз біраз нәтижеге жететін шығармыз деп есептеймін. Мен де сіздерді сағындым, мен де сіздерге тірі жандарға сабақ беруге құштарлы болып отырмын, бірақ дегенмен әлемдегі болып жатқан жағдай жай. Бірінші курстарға беріп жүрсіз бе, сөйлеп жүрмей? Бірінші курстарға ертеңнен бастап басталады сабақ. Бүгіннен бастады, мен сабағым ертең болады. Өте обидно. Сондықтан барлығымыз ең біріншіден бір-бірімізге амандылық тілейік. Барлығымызды бұл аурудың барлығы бізден өтіп кетсін. Оңай ауру болып жатқан жоқ. Қолымызбен бір сілтегенмен де амал жоқ, оңай ауру болып тұрған жоқ бұл нәрсе. Бірінші курстарға жұқпайды дейді ғой. Сондықтан ең бастысы бізге денсаулық керек. Сондықтан осы денсаулығымызға ырза болып, ата-аналарымыздың амандықтың тілеп, ата-аналар сіздердің аманшылықтарыңызды тілеп, барлығымыз бірімізге тілеуші жүре берейік. Бүгінгі сабағымды мен аяқтадым. Кеш болса да сабаққа қатысып, білім алғандарыңызға, құштарлықтарыңызға рахмет. Кездескенше. Сізге де рахмет. Сау, саламатты болыңыздар. Телеграм каналына ссылкасын жібере аласыз ба? Жіберемін. Группаға. Видеосын жіберемін. Нет, ссылкасын бірінші. Ненің ссылкасын? Телеграм каналына. Келеміз бе? Хорошо. Подписчигіңіз көбейеді. Давайте. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сау болыңыздар.